Қар дегеніміз әртүрлі формадағы мұз кристалдарынан тұратын атмосфералық жауын шашын. Қардың түзілуі аспанда, бұлттың ішінде басталады. Ауа температурасы 0 градустан төмен болған кезде көзге көрінбейтін өте кішкентай су тамшылары салқын ауадан мұзға айналады. Мұз ұшқынына айналасындағы басқа су тамшылары жабысады. Жабысқан сайын олар үлкейе береді. Қар түйіршігі жеткілікті ауыр болған кезде оны ауа ұстап тұра алмайды. Сол кезде ол жайлап жерге қарай құлай бастайды. Осылайша ауамен үйкеліп жерге түскенше түрлі пішінде бір-біріне ұқсамайтын оюлар мен өрнектерге ұқсайтын үлпілдек қарға айналады. Қар ұлпасының салмағы бар болғаны 1 миллиграммды құрайды. Ол тек аязда ғана сықырлайды. Аяз қатты болған сайын сықырлауының үні басым болады. Қардың сықыры бұл қардың сынған ұсақ кристалдарының дыбысы. Олардың жеке дыбыстары адамның құлағына естілмейді. Күнмен шағылысатын күмістей ақ қар туралы сендер қандай деректер білесіңдер? Пікір бөліміне жаза кетіңдер.